Бұндай көріністі күнде көре бермейсің. Оның құлағына шыққан қорқынышты затқа қараңызшы. Эсмеральда есімді ит Оклахома Ситидегі жануарларды қорғау бөлімшесіне жеткізілген болатын. Мұнда келе салысымен оны мал дәрігерлерінің тексеруіне апарады. Сөйтсе ит қисық жақпен туылған секілді. Соның нәтижесінде оның құлағында ауыз орналасқан. Бір сөзбен айтқанда, оның тек бір құлағы ғана бар. Ит ота жасалғаннан кейін оны уақытша асырап алған отбасыда өмір сүретін болады. Жануарлар қорғау бөлімі ит өзіне жаңа ие таппайынша өздері қамқорлық жасайтын болады. Қайырымдылық қоры Эсмеральданы ұсқысындығынан арылту үшін ақша қорын жинау қажет. Олар итті қайырымдылық қорының бағдарламасына қосқан екен. Жануарларды қорғау ұйымы мүшелері иттің жағдайы оңалып кететініне сенімді. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған оқиғалар